Мына балалардың бәрі осы біздің болашақ Қазақстанның азаматтары. Бұлардың бәрін енді оқытып жатыр ата-аналары, тоқытып жатыр, шоқытып жатыр, неше түрлі үйірмеге беріп жатыр, ағылшында оқып жатыр, математикада оқып жатыр. Бірақ соның бәрі айналып келгенде, ауызбіршілік болмаса, бәрі соның нәтижесіз, бәрі соның түбі араздықпен аяқталады. Түсіндіңдер ме? Сол үшін не болу керек? Ынтымақ, ауызбіршілік болу керек. Әл-Қисса баяғыда Мұса пайғамбардың қауымы бар емес пе? Соны енді жаңағы Мұса пайғамбар өзінің қауымын құлдықтан құтқарып, зорға дегенде алып келді дейді. Бірақ енді халық надан еді, біресе жаңағы бұзауға табынады, біресе алтынға табынады, біресе анаған табынады. Соны енді жаңағыдай шүкіршілік жоқ, жылап еңіреп қайта-қайта әрбелен бүлдіре берген ғой. Соны бір күн тағы да осындай бір күнәһарлық іс қылғаннан кейін Тәңірі Тағала қатты ренжіп Мұса пайғамбар шақырды дейді. Ей Мұса, мен сенің қауымыңа қанша жақсылық жасадым, сендерде шүкір деген жоқ. Енді 3 түрлі бәле жіберем. Емі жоқ, індет, ауру барады сендерге. Сосын 1 жыл, 2 жыл қуаншылық болады, аштан қырыласыңдар. Үшіншісі ауызбіршіліктеріңді алып ынтымақ болмайды сендерде. Осы 3 нәубаттың біреуін таңдаңдар дейді. Содан енді Мұса пайғамбар не қылады? Халқына келді, бәрін жинады да айтты дейді. Ей, халқым, Тәңірі Тағаланың қаһары түсті сендерге. 3 түрлі бәле келеді, біреуін таңдаңдар. Я ашаршылық, я ауру, я араздық. Ынтымақ кетеді деп айтты дейді. Сонда не қылды дейді? Бәрі осында енді жақпен тілден айырылып, бәрі қырылатын болғаннан кейін жандары қалмады дейді бейшаралардың. Далбасылар әрқайсысы әрбелен айтып кетті дейді. Соны енді айтты дейді, ойбай, енді ашаршылық жаман ғой, енді ауру жаман ғой, енді сол ынтымағымызды алсын, енді аман қалайық енді деп далбасылар не болсын оттап кетті. Сонда ішінде бір ақылына бір сәл бір Құдай сәуле салған бір абыз бар еді, сол айтты дейді. Ей, дендерің сау ма, сендердің қалқаны таусылғандар тағдырын Тәңірі Тағалаға тапсырсын. Бәрібір бұл қарттардың бәрі өледі, жастардың ажалтысы ғана өледі деген. Құдай енді індет жіберем, бәле жіберем дегенде тігерге тұяқ қалдырам деп тұр ғой. Бәрің бірдей қырылмайсыңдар. Ауызбіршілік кетсе не болады? Білесіңдер ме? Ел аман, жұрт тынышта, жау шақпай-ақ, малының бәрі талан-тараж болады, ұлының бәрі құл болады, қызының бәрі күң болады. Алтау ала болса, кереге бас сайын бір бәле деген. Ей, бетеге кетсе бел қалады, бектер кетсе ел қалады, берекең кетсе нен қалады деп айтты дейді. Сондықтан Құдай Тағала я аштық жіберсін, я ауру жіберсін, бірақ ынтымағымызды алмасын деп дейді. Содан енді Мұса пайғамбар келді де айтты дейді, осылай да осылай халқым таңдау жасады, ауызбіршілігімізді алма, я Алла, бірақ я жұт жібер, я болмаса ауру жібер деп айтты дейді. Сонда Тәңір Тағала не деді дейді? Ей, Мұса, міне қауымың дұрыс таңдау жасап тұр. Елдің ынтымағын ойламаған адам Құдайды бірдеп ойламайды деген. Осы дұрыс таңдау жасағандарың үшін мен 1 жылға сендерді кешірем, ана халқыңа барып менен сәлем айт. Енді сендерге ешқандай бәле келмейді деп айтты. Түсіндіңдер ме? Сондықтан болашақта елдің болашағы үшін халыққа қызмет қылған кезде мына ауызбіршіліктерің осы жұмылған жұдырықтай тас түйін болып тұру керек. Ауызбіршіліктеріңді, ұйымшылықтарын көрген кезде айналамай ат өлетін, айрылмай жат өлетін болу керек. Түсіндіңдер ғой? Әрине енді бұл енді бұрынғыlardan қалған қисса, оның енді анық-қанығын бір Құдай біледі. Тек кейін сендер өскен кезде алдыңғы ағалар бізге бір есті әңгіме айтып қалдырма деп ренжімесін деп осы жерде аз кем сөз шығарып отырмыз әне.